Жақында 100 жасында Генри Киссинджер өлді. 20 ғасырдың ұлы саясаткері және әлемдегі ең үлкен ауқатты мемлекет Америка құрама штатының ұлттық қауіпсіздігін саясатының іргетасын қалаған адам және 20 жыл бойына дүниежүзілік саясат пен Америка құрама штатының мемлекеттік хатшысы болған адам, яғни нағыз қақтығыстар мен соғыстар 20 жыл өткен, бастан кешкен ұлы тұлға деп айтуға болады. Жалпы дүниежүзілік саясатында Нобель сыйлығын алған әңгімеміз сол жайлы болады. Әңгімені бастамас бұрын каналға жазып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер және каналды қолдап жан-жаққа таратсаңыздар үлкен қолдау болады. Қоңырауды басып жіберіңіздер, уақытылы біліп отырасыздар. Генри Киссинджер 1923 жылы Баварияда, Германияда еврейлер жанұясына дүниеге келген, яғни 15 жасында Америка құрама штатына қашады. Сол кездердегі нацистерден, яғни фашистік режим орын алып, еврейлерді концлагерьге жібере барған қысымнан кейін Америка құрама штатына келіп, 20 жасында азаматтық алып, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысады. Франция территориясындағы, яғни бірден үшін шайқастарда, кейін әскери барлауда, өйткені бұның таза неміс тілін жетік білген үшін осылайша көзге түседі. Әскерилердің өзінің ерекше ақыл алғырлығымен, яғни сол кездердегі кейінгі соғыстан кейін көптеген СС нацист офицерлерін жай халықтың арасынан анықтап, көбісін әскери қылмыс үшін соттағаны, әскери қызметі біткеннен кейін Гарвард университетін оқып, 2 жылдан кейін үлкен 300 беттік докторлық диссертациясын қорғайды. Кейін осы диссертациясы арқылы мемлекет қызметке шақырылып, жоғары лауазымды ие болады, яғни мемлекеттік қауіпсіздік комитетіне кіреді. Кейін оның хатшысы болады. Осылайша үлкен саясатқа келеді. Рональд Рейганның кезінде мемлекеттік хатшысы болады. Яғни бұл 60-шы жылдардың аяғы, 70-ші жылдардың басы. Америка 10 шақты жыл болып Вьетнамда соғысына ашқалы, әрі сол соғыста ұзаққа созылып, Американың бұрынғыдай әлемнің билеушісі, мықты армия деген атағы даңқы түсіп кетті. Халықтың көбісіндегі наразы, яғни ешқандай мақсатсыз 30 мыңнан адам жастары өліп атқанына, яғни сол кездергі Рейганның рейтингі түсіп, яғни халық арасында қолдауы түскесін соғысты тоқтату жөнінде келіссөздер жүргізу керек болды. Және Американың әскерлері қашқан емес, Американың әскерлері басқа кейпінде көшкісі келді. Сондықтан осы бүкіл келіссөздер мен екіара келісімдерге Генри Киссинджер өз үлесін қосты. Кейін Кеңес одағымен де көп келіссөздер жүр. Кеңес одағы екіаралық келісім шарттардың көбісін бәрінде 100% Киссинджердің қолы болды. Кейін осы Кеңес одағы құлаған кезде бәрі Америка құрама штатының президенттерін емес, осы Киссинджерді кінәлады. Яғни осы кінәлі, өйткені осы соғыс болған, оған бір негізгі себеп деп айтуға болады. Яғни 74-ші жылдардағы соғыс бүкіл араб елдерінің Израильге соғыс ашуы, Әл-Садат бастаған. Сол кезде арабтар бұрынғыдай жеңімпаз болды, яғни көп территорияларын кезіндегі алып алған израильдерден қайтарды. Бірақ Әл-Садат Киссинджердің ұсынысымен келіссөз жүргізуге дайынмын деді. Осылайша Америка құрама штатының қолдауымен еврейлер кейін күшейіп, яғни Каирға 100 километр қалған кезде, тойтарыс берген кезде және Дамаскке 300 километр қалған кезде тоқтатылып, Кеңес одағы өздері сол кездерде арабтарды қолдау отты. Сондықтан олар айтты, яғни арабтар жеңіліп қалса, Кеңес одағы қолдап оларға әскери кіргізетін, яғни Израильді Америкаға талап қойды, қолдамайсың және қару-жарақ берсең бізді арабтарға береміз деген. Сондықтан Америка құрама штаты мен Израиль қорыққасын кейін қарай шегінуге мәжбүр болды. Кейінгі Брежневпен көптеген кездесулер мен келіссөздер және үлкен континентальды ракеталарды шектеуге келіссөздер қол қойған осы Генри Киссинджердің арқасында. Кейін осы арабтар соғыс біткеннен кейін Израильдерді қолдаған елдерге мұнай сатпайтынын айтып, үлкен кризис болады. Яғни Европа мен Америкадағы жанар-жағармай станцияларында жоқ болып, наразылыққа шығып, яғни мұнай құны қатты көтеріліп кетеді. Бұл осы момент пайдаланған Кеңес одағы көптеген мұнайларын осы Европа мен Америка құрама штатына сатып, азды көпті үлкен қаражатқа осы мақтайтын Брежневтің кезеңі сол кезеңге тап болады. Бірақ келіссөздер жүргізіп 80-ші жылдардың ортасында қайтадан мұнайдың бағасы төмен түседі. Ол енді Горбачевтың кезінде. Сосында көбісі Горбачев жек көреді, бірақ ойланбайды неге, не үшін екен Брежневті мақтап. Брежневтің аса үлкен саясаткер емес, ол бір құдайдың сыйы шығар. Сол кездердегі тап осындай дүниежүзілік үлкен геополитиканың саясатында өзгерістер болып, соғыстар, көптеген жағдайлар осындай ыңғайлы уақыт тудырғаны, яғни мұнайдың бағасын шарықтағаны үлкен табыс халық
алып келіп, халық үлкен 10 жыл болса да шалқып өмір сүрген. Кейін келіссөздерден кейін араб елдерімен баға тұрақтағаннан кейін яғни түсті бәрі. Кеңес одағы бұрынғыдай үйреніп қалған тәбетін тоқтата алмады, өйткені әрі ақшада бітті. Бұрынғыдай артта қалып қойған жанармаған көптеген заводтар қажет емес, төтеп бере алмады. Әлемдік бәсекелестікке мүлдем дайын болмады, жабық экономика осылайша құлдырай бастады. Әрі сол кездердегі саясатқа келген Американың саясаты, яғни кеңес одағы мүлдем өшіру болды, әрі қарсылас болғасын. Сондықтан Қытайды қолдай бастады. Әрі Қытайдан Маомен келіссөздер жүрді. Кейін Мао өлгеннен кейін Дэн Сяопин келді. Сол Дэн Сяопинмен жақсы қарақатынаста болды. Америка инвестицияға құятынын айтып, көптеген заводтар салынатын болды. Осы қазіргі мықты Қытай, осы іргетасын қалаған осы Дэн Сяопин болады. Негізі келесі шығарылымды осы Дэн Сяопин жайлы болады. Қытай қалай бізден 30 жылда алдыға шығып кеткен жайлы, үлкен серпіліс жайлы, экономикалық. Осылайша кеңес одағының өзінің дәуірі бітті, өйткені мұнай, шикізаттың биржалардағы бағасы құлағаннан кейін, яғни соншалықты үлкен жетістікке жете алмағасын, яғни көп уақыттан бері экономикасы өспей қалды, мұнайдың бағасы түсіп кеткесін. Егер мемлекет дамымай бір орында тұрып қалса, ол артта қалып экономикасы құлдыраған деген сөз. Айта кететін жайт, Қазақстанда да сондай жағдай. Қазіргі экономикамыз 2002-2003 жылдардағы мұнайдың қымбаттаған кезімен тең, яғни біз 20 жыл артта келеміз, немесе құлдырап артқа қарай кетіп баратырмыз. Генри Киссинджер жайлы айта берсем мәңгі айтуға болады. Оның істеген жақсылықтармен сол негізі Вьетнам соғысын тоқтатты деп Нобель сыйлығын алды, бірақ соған көршілес Камбоджа кейін 2 жыл соғыста Камбоджа басқа елдерде 300 мыңдай адам өледі, яғни бұған бәрінде де Киссинджердің қатысы бар деген айып бар. Яғни Камбоджадағы басқа жерлердегі сол жергілікті коммунистерді бомбить етеміз деп бомба тастағаны, сол кесірінен тығыз орналасқан ауылдарда да көптеген адамдар қырылады. Кейін оңтүстік Америка, Латын Америкаларындағы әскери операциялар жүреді. Соның бірі сол Кубадағы, Аргентина, Уругвайда, Колумбияда осы Киссинджердің саясатымен жүргізген үлкен операциялар. Одан да көптеген адамдар қырылады, және кейбір диктаторларды қолдап, яғни Чилидағы Авенгоны құлатып, орнына Пиночет келеді. Осы Пиночетті қолдай, кейін Пиночет 30 мыңдай адамды стадиондарға кіргізіп қыратын. Яғни қанша Америка ашық саясаты, демократия, адам маңызды дей берсін, ол кездері көптеген адам қырылса да көз жұмып қалды. Яғни тек қана осы билікке келген адамдар коммунист болмаса болды. Осылайша Бавариядан келген, Мюнхеннен келген еврей жас бала бүлдіршін үлкен алпауыт Америка құрама штатының барлық сыртқы саясатын және ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отқан ең беделді адамға, яғни ықпалды адамға болды. 20 ғасырдың олай қаншама президенттер келіп кеткенмен, ол мемлекеттік хатшы болып Киссинджер 20 жыл бойында ықпал етті. Кейін зейнеткерлікке шығып, шағын Нью-Йорктегі өзінің офисі болды. Сонда көп үлкен әлемдік саясаткерлер, президенттерді қабылдап жүр. Ресей мен Украина болған соғыс жайында да өз пікірін айтты. Яғни украиндықтарға ұнамай қалды. Негізі бұл соғыс мәнсіз, мағынасыз бітейін деп тұр, әрі ұзаққа созылып кетеді. Егер қатты қырғынды қаламаса, Украина мен Ресей қазіргі қай жерде тоқтады, сол жермен шекара сызылып жаңадан солай келіссөзім келсе деген. Бірақ бұндай көп шығын және көп қиындық көрген Украина бұған төзгісі келген жоқ және қолдамайтынын айтты. Осылайша 20 ғасырда көптеген қақтығыстар мен көп соғыстарға қатысы бар адам деп айтуға болады. Және кейінгі Израиль мен Палестина келісімдерінде, Ясир Арафатпен жүргізген келіссөздердің көбісінде осы Киссинджер жүр. Генри Киссинджер әрине ерекше тұлға деп айтайық. Еврей баласы қаңқып келген, соншалықты үлкен алпауыт елдің бүкіл саясатын жүргізіп жан-жақты, және бұның сыртқы саясаттардың үлкен жетістікке жеткен адам. Мысалға айта кетейік, 1939 жылдардағы кеңес одағы мен Финляндия болған қақтығыс, яғни соғысты айтуға болады. Ол кезде Финляндияға кей территорияларын беруге ұсыныс жасады, кеңес одағы қысым жасады. Финляндия президенті ойлады, үлкен келіссөз болады, саудаласып шағын территория береміз деп. Бірақ сол кездерде сыртқы істер министрі Молотовтың келуі келіссөздің орнына тек қана партияның және Сталиннің тапсырмасын қағаздан оқып беріп тіке кетіп қалуы соншалық таңғалғаным. Яғни бұл адам ба өзі деген. Көп кеңес одағында ондай дарынды тұлғалар болған емес, политиканы, яғни саясатты жетік білген. Содан да белгілі. Ал Генри Киссинджер бұл саясат үшін және сыртқы саясат үшін жаралған адам дейді. Сурет барлық адамдар онымен кездескен. Генри Киссинджер әрі кейінгі
90 жылдарда, яғни Кеңес одағынан шыққан Украина Қазақстанмен де келіссөздер жүргізуге қатысты конференцияларына, яғни атом бомбаларына бас тартып, Американың инвестициялары, ақшалары келуіне, үлкен компаниялар келуіне, сондықтан да олар Кеңес одағымен және ТМД елдеріндегі көптеген саясатқа да іргетасын қалаушы деп айтуға да болады. Каналды қолдап, лайк басып, комментарий жеткізсеңіздер, толыққан тыңдағандарыңызға көп рахмет. Және қоңырауды басып жіберсеңіздер, уақытылы шығарылымын біліп отырасыздар.